жазып жатқан секілді. Мен солай болатынын біліп едім. Одан да оған ертек шындықты айтайын. Жаңа жылдың алдында айтамыз ба? Көңіл түсіп қалады ғой. Кейін кеш болып кетеді, одан да қазір айтайық. Ылғида әкеміз шыршаның астына сыйлықтарды қойып кететін. Ал қазір әкеміз командировкада. Сол себепті Аяз атадан сыйлық жоқ. Мен айта алмаймын. Ол әлі кішкентай, жылап жүрсе тағы да. Ой, сен қаласаң да, қалмасаң да мен барып айтамын. Қалайсың? Жақсы, Аяз атаға хатымды жазып бітірдім. Сен енді үлкен қыз болдың ғой, бәрін білесің. Аяз ата өмірде жоқ. Қалайша жоқ? Ал онда шыршаның астына сыйлықтарды қойып жүрген кім? Ол біздің әкеміз. Сен енді бәрін білесің. Сен жылап жүрме, жарай ма? Жылау? Несіне жылаймын? Бұл күшті жаңалық қой. Мен қорқып жүрген Аяз ата кәрі адам деп. Сол себепті ол Sony PlayStation, iPad, iPhone деген не екенін білмейді деп уайымдап жүрсем. Ал қазір папаға жақсы сыйлықтарды тапсырыс бере аламын ғой. Ура!